Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушыларым. Бүгін біз сіздермен бірге квадрат теңдеу түбірлерін табудың тамаша бір формуласын үйрететін боламын. Ешқандай дискриминант таппай, берілген квадрат теңдеуді коэффициенттері бойынша табуға болатын жағдай бар. Ол қандай жағдай? Соны қазір көрсететін боламын. Бұны мен оқушыларыма алтын кілт деп үйреткенмін. Ал сол алтын кілт бізде қандай түрде беріледі екен қараймыз. Алдыменен бізде ax квадрат плюс vx плюс с тең 0 түріндегі теңдеуді бірінші мынандай жағдай болса. А коэффициент, оған қосамыз в коэффициент және с бос мүшені қосамыз. Сонда үшеуінің қосындысы 0-ге тең болса, онда ол теңдеуді шешудің қажеті жоқ. Дайын түбірлері бар. Ол x бірінші тең болады 1-ге, x екінші тең с бөлінген аға, яғни бос мүшені бірінші коэффициентке бөлеміз. Ал осыған берілген мына бір есепті қарайық. 2-де 68-ші есеп. Біріншісін көрсетейін. 3x квадрат минус 13x плюс 10 тең 0. Қараймыз. Коэффициенттерді жазамыз. Яғни, мына формуланы түсіну деген сөз, бірінші коэффициентті жазамыз, одан кейін екінші коэффициентті жазамыз. Яғни, қандай таңбамен тұр, соны жазып аламыз. Және үшінші бос мүшені жазамыз. Есептейміз. 3 минус 3 плюс 10. 0-ді береді ма? Я, 0-ді береді. 3 пен 10-ді қоссақ 13, 13-тен 13-ті алсақ 0. Демек, мына теңдеудің түбірі x бірінші тең 1-ге, x екінші тең 10 бөлінген 3. Яғни 3-тен 10 немесе 3/3-тен 1. Мінекей, бұл мына берілген теңдеудің түбірлері. Біздегі бұл бірінші формула бойынша. Қазір алтын кілттің екінші формуласын беремін. Екінші формула бізде былай деп айтылады. А плюс С тең В-ға болса, яғни екі шеткі, бірінші коэффициентпен бос мүшені айтып тұрмын, екі шеткі және ортаңғы деп сөйлей берейін түсінікті болу үшін сіздерге. Екі шеткіге қосқан кезде ол ортаңғы санды беретін болса, онда ол теңдеуді де шешудің керегі жоқ. Ол теңдеудің бірінші түбірі минус 1-ге, екінші түбірі минус с бөлінген аға. Яғни, мына бірінші формуладағы берілген түбірлердің қарама қарсы таңбамен алынған сандарына келеді. Қазір біздің осы 2-де 68-ші есептің екіншісі бізде тура осы формулаға келеді екен. 5x квадрат плюс 12x плюс 7 тең 0-ге. Яғни, былай жасаймыз. 5 өз таңбасымен жазамыз, балдар. Қосамыз 7. Қандай таңбамен сондай? Тең 12. 5-ке 7-ні қосса 12 шығады ма? Яғни, ортадағы санды беріп тұр. Олай болатын болса, бұл квадрат теңдеудің түбірі минус 1-ге, екінші түбірі тең минус 7 бөлінген 5-ге. Мінекей осы тұрғыда немесе минус 1/4 десек те болады. Ал балалар, мінекей берілген квадрат теңдеуіміздің түрі осы тұрғыда шешіледі екен. Енді мен осы оқулықтағы мынандай сіздерге тапсырма берейін. 2-де 29-ші есептен бастап және 2-де 34-ші есепке дейін. Мына оқулықтың 66-шы бетінде 2-де 29-ші есеп және 2-де 34-ші есеп аралығындағы есептерден мен тапсырма берейін деп тұрмын сіздерге. Осы аралықтағы барлық есептердің ішінен мына екі формулаға келетін есептерді теріп жазып, яғни есепті шығармай, теріп жазып, солардың түбірлерін көрсетіп, және оны комментарийге бізге жазсаңдар, мен келесі сабақтарда сол комментарийдағы, яғни пікірлеріңдегі жауаптарды қабылдап, тексеріп, қарап шыққаннан кейін, жауаптары дұрыс болған оқушылар үшін бір бонус сабақ бергім келіп тұр. Ол бонус сабақ деген балалар, сол пікірге жазуға атсалысқан жақсы есептерін шығару жолын көрсеткен балалар үшін өздерінің көкейлерінде жүрген, түсінбей жүрген тақырыптарынан бір тақырыпты сұраныстары бойынша түсіріп, видеосын осы сабақты салатын боламын. Ал құрметті оқушылар, мына берілген есептерді дискриминантты тауып та шығарып, тексеріп көрулеріңе болады.
Мінекей мен бүгін сіздерге осы квадрат теңдеу түбірлерінің табудың коэффициенттері бойынша осындай тамаша формуласын бердім. Бұл формуланы жақсы түсініп алғаннан кейін ұлттық бірыңғай тестте біз 5 минут, 3 минутта шығаратын есепті 30 секундта, 45 секундта, кейде 20 секундта жауабын жазатындай жағдайда боламыз. Құрметті оқушылар, біздің сабақтарымыз ұнаса, біздің арнамызға тіркел, лайк басып, өздеріңнің пікірлеріңді қалдырыңдар. Келесі сабақта кездескенше.